Ассалаумалейкум, қазақ елі. Мен Мейірхан Сапақұлы. Бүгінгі эфирімді мына 17-ші осы айдың 17-сі күні шыққан эфиріме көптеген комментарийлар, қоңыраулар соғылды. Бір жағы соны жалғастырғым келіп отыр. Ол қазіргі Трамп Америка құрама штаттарының саясатына өз тарапынан саяси экономикалық баға бергім кеп отыр. Алдыңғы тақырып ол Трамп егер аман болса, ол Ресей Федерациясын, Иран және Қытайды күйретеді деген тақырып болатын. Ал бұл жолы мен сол бұл Трамптың саясаты ол өзінің ақмақтығымен, делқұлдығымен деп те жатады. Мысалға, оның негізгі сыры неде жатыр? Трамп және оның артында тұрған күштердің мақсаты қандай? Ол бекерден бекер мына протекционизм, кәдімгі баж салығын көтеруді бекер бастап кеткен жоқ. Кәдімгі сауда соғысы. Және де бұл Трамптың ойлап тапқан ол саясат емес. Және де ол Трамп мына протекционизм саясатын алғаш саясатқа ендіріп жүрген адам емес. Оған дейін де ондай протекционистік саясат Американың тарихында да, басқа елдердің, негізінде ағылшындардың тарихында оның бәрі болып өткен. Соған біраз сол мәселелерді көтергім келіп отыр. Мысалға, тек қана Америка құрама штаттарын алсақ, дәл осындай үлкен көлемде баж салығын салу, ол мына президент Гувердің тұсында, ол 29-33 жылдар арасында президент болды. Сол Гувердің 1930 жылғы ұмытпасам 1 маусымда шығарған заңы, онда да мыңдаған товарларға, бір 20 мыңнан астам товарларға баж салығын салған болатын. Ол Европа елдерінен де барлық кәдімгі одақтасына барлық елдерге Америкаға Американың саудасына теріс балансты барлық нелерге баж салығын салған. Сол кездің өзінде кәдімгі сауда соғысы, алғашқы дүниежүзілік деп те айтса болады, сауда соғысы басталып кеткен. Бұл соның жалғасы десе де болды. Ол кезде ол Хоули заңы аталатын. Кәдімгі аласапыран қиындық уақытын тудырған дейді. Ол 17 маусымда қол қойған екен. Заң 20 мыңнан астам импорттық тауарларға баж салығын көтерді. Заңға 1028 танымал американдық экономист қарсы шыққан. Бірақ президент Герберт Гувер оған бәрібір қол қойған. Нәтижесінде басқа елдердің реакциясы дәл қазіргідей болды. Қазіргідей. Ол американдық тауарларға баж салығын көтеріп, ақш пен Европа елдері арасындағы сауданың күрт төмендеуіне және ұлы депрессияның нашарлауына алып келді дейді. Ол қайталанып отыр. Ол кездегі президент Гуверден республикандық, қазіргі Трампта республикандық партия. Бұның өзі ол көрсетеді, бұл бәрі тарихта болып өткен. Ол соны тек қана қайталау. Оның нәтижесінде, осы протекционизм саясатының негізінде, мына Америка экономикасы қайта жанданып, одан кейін екінші дүниежүзілік соғыстан кейін ол кәдімгі дүниежүзілік фабрикаға айналған болатын.
Мына Трамп сол Гувердің несін қайталап отыр. Ол республикалық партия соның артында тұрған. Оған қарсы 1000 бәленбай экономисттер дейді. Ал ол белгілі экономисттер қанша дейді? 1028 дедім ба жаңағы? Сондай, 1028 танымал американдық экономист қарсы шыққан дейді. Бұл жолы да дәл солай ғой. Одан да көп. Бүкіл демократиялық партия, ол кезде де демократиялық партия қарсы шыққан. Бұл кәдімгі тарихтың қайталануы. Және қазір Трампқа қарсы, Гуверге қарсы шыққаннан әлде қайда қысым бұрынғыдан да бетер. Қазір себебі ақпарат құралдары қатты дамыған, цифрлық заманда, мысалға, өздерің білесіңдер, оған қосымша мына бүкіл Европа елдері кәдімгі бюрократиясы өте не қылып кеткен, бір-біріне байланып, және де ол либералдық демократтар. Демократтардың да айырмасы баршылық қой. Қазіргі либерализм заманы, либерализм, демократтар да либерал. Мына бүкіл дүниежүзіне соғыс ашты десе де болады. Мына негізгі мақсат әрине Трамптың негізгі мақсаты ол Қытай мына дүниежүзінің экспансиясынан, мысалға, Америка, әсіресе Америка ол қуып жетіп басып озудың алдында тұр. Қытайға тосқауыл қою. Оның негізгі мақсаты сол, бірақ та сол мақсатқа жетуге кедергі жасайтын бірінші кезекте Американың өз ішкі жаулары. Ол мына демократиялық партия және халықаралық сауда жүргізіп отырған ол трансұлттық корпорациялар. Трансұлттық корпорацияларда ұлт мемлекет деген болмайды. Олар Америкада да, Европада да, Қытайда да, оңтүстік шығыс Азия, қай ел болсын, Индонезия, Вьетнам, Малайзия, Сингапур болсын, басқа да Үндістан болсын, Латын Америкасы, Африка болсын, кез келген елде олардың мүддесі тек қана ақша табу. Ол Американың есебінен ақша табама, Қытайдың есебінен ақша табама, оларға бәрі бір. Оларда ұлт болмайды, оларда мемлекет болмайды. Міне, ал Трамптікі ол осы протекционизм саясаты соларға тоқтау салу, оларға соққы беру. Олар оңай жау емес, олар демократиялық партияларды қаржыландырып отыр Трампқа қарсы. Және де әрине оның мақсатына жете ме, жетпей ме, оны бір Құдай біледі. Бірақ оның ондай мүмкіндігі жоғары. Тек оның негізгі себебі демократиялық партияларда ақпарат құралдары, соның ішінде цифрлық ақпарат құралдары көпшілігі солардың қолында. Қазіргі ақпараттың 90%-ға жуығы Трампты жамандап отырады, мысалға. Оны неше түрлі теңеулерге теңеп, есалаң, ессіз, басқа да көп деген нелерді айтады. Алжыған деп те. Бірақ не себепті, мысалға, ол ұлттық не қойып отыр, мысалға. Американы қайтадан ұлы державаға айландырамыз деп, кәдімгі бүкіл технологиялар Америкада жасалғанмен, ал сол технологияның өнімдері, заводтары сол кезінде Қытайға көшілді, басқа Үндістанға, кейінгі жылдары Индонезия, Вьетнам, Малайзия, Филиппин, сондай жұмыс қолы арзан жерлерге көшірілді. Бір жағы білім дәрежесі кәдімгідей өскен, одан кейін сондай елдерге көшіріліп, Америка кәдімгі өзінің өнеркәсіптік
несінен айырылып қалды. Өнеркәсіптен іштеме қалмады десе де болады. Америка халқы тек тұтынушы болды. Ол ана доллардың есебінен ғана байып отырды. Ол халықаралық валюта болып. Енді соның өзінен де көп табыс табады. Бірақ та Америкадағы өндірілген өніммен Америкаға келіп сатылатын өнімдердің сауда балансын нетсе, салыстырса, Америка триллиондаған доллар жылда қарыз болады екен. Басқа елдерге, Евроодаққа, Қытайға, Жапонияға, Оңтүстік Кореяға, ары берден кейін кішігірім бірақ дамыған елдердің өздеріне де, ары берден кейін іштеме өндірмейтін елдерге де қарыз болады. Себебі мына трансұлттық корпорациялар басқа елдерге мысалға өздерінің компаниясын тіркейді, Африка болсын, Латын Америка болсын, ол экспорттай береді мысалға. Алдыңғы 17-ші осы апрельдегі эфирімде айтқан болатын, ары берден кейін адам тұрмайтын пингвиндерден басқа сондай аралдардан да экспорттар келіп жатқан, бірнеше миллиард долларлық мысалға. Сондай да амалдармен әйтеуір Америкаданға жылда товар келіп отырған. Американдықтар тек тұтынушы, өндіруші емес, тұтынушы елге айналған. Әсіресе соңғы 30, одан да артық жылдан, негізінде 1975 жылдан бастап Америкада өндіруден тұтыну теңдігі бұзылған болатын. 75-тен кейін тұтынушы елге айнала бастаған. Бірақ ол кезде ол көлемі өте аз болды, 80-90 жылдары. Алына әсіресе Кеңес одағы құлағаннан кейін ол күрт өсе бастады. Мысалға, барлық елдерге мына дүниежүзілік сауда ұйымы құрылғаннан кейін Американың сол трансұлттық корпорациялары ашық есік саясатын жүргізді. Америкаға не келсең де әкеле бер, баж салығы болмайды. Олар доллардың несіне ойлады, бәрін жауып кетеді деп. Американың есебінен көптеген елдер көтерілді. Бірінші Европа елдерін көтерді, мысалға, бірінші дүниежүзілік соғыстан кейін. Одан кейін Қытайды да көтерген. Қытайдан кейін мысалға жапондарды көтерген. Жапондарды, қытайларды, Оңтүстік Кореяны, олардың товарларының бәрі Америкаға импортталып, олар үлкен табыс тауып отырды. Олардікі сапалы болғаннан кейін халқы бұлайша еңбекқор, одан кейін сауатты инженер кадрлар дайындалған. Евроодақ елдері де өздері аяғынан тік тұрып алғаннан кейін, Евроодақ құрылғаннан кейін, олар да бұлайша көзге көрінбейтін протекционизм саясатын жүргізді. Евроодаққа мүше елдерге баж салығы салынбайды, а басқа елге көрінбейтін баж салығы салынады. Емін еркін товарлар кірмейді. Ол Америкаға да қатысты болды. Америкаға олар товарларын өткізеді, емін еркін өткізеді, ал Американың товарлары кедергілерге ұшырайды. Оның мысалға әділетсіз сауда деп отырғаны бекер емес. Осыны ешқайсысы мысалға демократтар да Америкадағы, Европаның да либерал демократтары оны мүлдем айтпайды, оның себептерін айтпайды. Одан ұтқан Қытай мысалға. Қытай қалай ол көтерілді? Оның да тарихын айтып кетейін. Қытайды аяғына тік тұрғызған Америка Құрама Штаттары. Алғашқы мына 49 жылы
Қытай республикасы құрылғаннан кейін коммунистік. Алғашқы кезде оның индустриализациясын, завод, фабрикаларды кеңестер одағының есебімен жүргізілді. Ол кездегі біраз кеңестер заманның заводтары, фабрикалары, соның көшірмелері десе де болады, технологиялары Қытайға салына бастады. Аздап болса да Қытай көтеріле бастады. Ол кімнің тірі кезінде алғаш Сталин өлгеннен кейін Хрущевтің тұсында да, бірақ дәл қазір уақытын ұмыттым, 60 жылдың ар жақ бер жағында мына Қытай компартиясының басшысы Мао Цзэдун мен Хрущев екеуі келісе алмай, екеуі кәдімгідей сөзге келіп, арты дұшпандыққа айналып сөйткен болатын. Бүкіл Қытай одан кейін жаңағы Хрущев сен кеңестерден алған барлық қарыздарыңды өте деген талап қойды. Бүкіл көмектің түгел бәрін доғарып, соны талап етті. Ол Қытайға өте ауыр тиді, ол өтеуін өтеді. Сол кездегі мысалға Қытайдағы ашаршылық, аштық бір себебінің бірі де содан болған. Мысалға кеңестер Сталин замандағы одан кейін де мына көмектердің қарызын өтеуді қатаң талап еткен болатын Хрущев. Ол Брежнев заманында да жалғасты. Мысалға сол кезде мына Мао Америкадан көмек сұрады. Америка оны қандай жауап берді? Сен коммунистік елсің. Мен сендерге қалай сенем дегенде, бұл менің кеңестер одағы менің дұшпаным деп шықты. Оны қалай дәлелдейсің дегенде, кәдімгі шекаралық қақтығыстар болды. 69 жылы. Кім бұрынғы тарихты біледі, немесе сол заманда туып өскендер біледі. Амурдың өзенінің орта тұсында Дамаск деген арал бар. Сол жерде қақтығыс, кәдімгідей соғыс болды. Мына Қазақстанның Жалаңашкөл, қазіргі Алматы облысы, қазіргі Жетісу облысына қарайтын, Алакөлге жақын шекара, Қытай шекарасына жақын жердегі тип тұр десе де болады. Сол жерде Жалаңашкөл бойындағы кәдімгідей шайқас болған. Қытай әскері Қазақстан, ол кезде кеңестер одағы ғой, соған кірген. Сол жерде кәдімгі Қытай әскерін қырып салған. Қалай неткен дәл білмеймін, бірақ сонда тағы айтылатын әңгіме лазермен өртеп жіберген деп. Соны көргеннен кейін Қытай біраз неғыла бастады. Қытайға жұмсарып, біраз көмектер көрсете бастаған. Біраз гуманитарлық көмектерді. Ал артынан одан басқа сол Америка Құрама Штаттары Қытайға гуманитарлық көмектер көрсете бастайды, кішкене естерін жия бастайды. Одан кейін Мао өлгеннен кейін негізінде билікке кім еді? Дэн Сяопин келгеннен кейін, Дэн Сяопин Американың тілін табады. Мысалға, кәдімгі америкалық инвесторларға барлық жағдай жасайды. Содан бері Америкаға, мысалға, америкалық инвестиция келе бастайды. Арзан жұмыс қолы, о жерде, мысалға, американдық жұмысшыға төленетін ақшадан
бір 15-20 есе ма, оны қазір дәл сол заманның архивін қараса табуға болады. Өте арзан жұмыс қол, онда онсыз да жұмыссыз отырған Қытай жұмылар арзан жұмысқа, кәдімгі тамағының тоқтығына жұмыс жасай бастады. Сөйтіп, Американың артынан Европаның да, мысалға Германия, Франция, Жапондар да нелер аша бастайды, мысалға заводтарын көшіре бастайды. Қытайдың көтерілуі сол заманда басталады. Сол Қытайды негізінде көтерген ол Америка құрама штаттары. Америка алдында айтып өттім ғой, мысалға президент Гувердің саясаты үлкен неге алып келеді. Ол жерде де алғашқы баж салығын көтергенде оған қарымта Европа елдері, ағылшындар әсіресе сол кезде кәдімгідей не болады, жоқшылықта, сондай қиын заман. Қазір де Америка дәл сондай заманды бастан кешіріп жатыр. Кешіреді де, әлі де қиындықтар. Бірақ Америка бәрібір жеңіп шығады. Оның тағы себептерін түсіндіруге болады. Бүкіл технологиялар Америкада жасалады. Ғылыми зерттеу орталықтары, конструкторлық бюролар барлығы Америкада орналасқан. Оларға тек қана сол технологияларды алып барып, сол жерде өндіреді, мысалға, арзан жұмыс қолы. Ал енді ол Трампта жүзеге аспай ма, аса ма, аспай ма, мәселе сода, мысалға. Одан кейін айтып өттім, Евроодақ елдері де, мысалға, оларда да не бар, протекционистік саясат бар. Евроодаққа кірмейтін елдерге сауда жасау өте қиын. Мысалға, Түркияны бір 31 ма, сондай 30 жылдан астам Евроодаққа қабылдамады ғой. Мысалға, Ердоған 2003 жылы билікке келіп, 2004 жылдан бастап мына Евроодаққа кіруге не берген. Жылда сондай не көтеретін мәселені. Бірақ Евроодақ оны қабылдаған жоқ. Ұсақ түйек елдерді қабылдағанмен, Түркияда елді қабылдауға ол әртүрлі сылтау айтады. Бірақ негізгі сылтау ол әсіресе экономикасы дамыған, өнеркәсібі дамыған Германия сияқты, Франция сияқты, Ұлыбритания, ол кезде де ол Евроодақта болды. Италия, Швеция, осындай елдерге Түркия сияқты конкурент қажет болмады. Себебі Түркияда арзан жұмыс қолы болды, сапа жағынан Европадан кем емес. Оны да елдер біле бермейді, мысалға. Егер осыдан 20 жыл бұрын Түркия Евроодаққа қабылданғанда, түріктің саясаты мүлдем басқаша болар еді. Түркия бүгінгі күннен де экономикасы мықты болар еді. Бұны жеке жалғастыруға болады, ары толықтырмай-ақ қояйын. Мысалға, Ердоғанның саясатының түсіну үшін ол да қажет. Оны кейін бір нетерміз. Ал енді Қытайды көтерген Америка құрама штаттары дедім ғой. Ал енді кеңестер одағыншы, мысалға, Сталиннің индустриализациясы қалай жүргізілді десе, оған да үлкен күш салған бірінші кезекте Америка құрама штаттары. Мына кеңес одағы орнағанда алғашқы электрификация дейді ғой, мысалға, Гоерло жоспары, оны да Америка көмектескен. Әсіресе, мысалға, кімнің Гувермеді, 29-30 жыл Гувердің несінен кейін, мысалға, Европа елдермен, дамыған елдермен
сауда соғысы басталып кеткеннен кейін Америкада қиыншылық орнады ғой, мысалға товарларын өткізетін не таппай, табысы азайып. Сол кезде Сталин Америка не себепте мысалға кеңес Сталиннің индустриализациясы 10 жылда жүзеге асты. Ол мысалға 31 ма, содан бастап мына 41-ге дейін кәдімгі Америка құрама штаттары кеңестер одағына 10 мыңнан астам сол заманның талабына сай завод пен фабрикалар салып берген. 10 мыңнан астам. Ол ненің есебінен? Әрине ол кеңестердің алтын бірінші кезекте. Ол кеңестердің орыстардың рубль оларға керек жоқ. Алтын, астық, ауыл шаруашылық өнімдері, мысалға товар күйіндегі. Одан кейін 33 жылдағы Қазақстандағы, Украинадағы аштықтың бір жағы осы индустриализацияға, Америкаға сол индустриализация жасау үшін қажетті қаржыларды ол қазақтардың, Украин шаруаларының есебінен алынды. Оларда ештеме қалдырмай, содан кейін ашаршылықтың басталуының негізгі себебі ол кеңестердің индустриализациясы қазақтар мен украиндардың өте қымбатқа түскен, мысалға есебінен де болса да. Басқа да бүкіл кеңестер одағының халықтардың есебін, әсіресе ең көп зардап шеккен қазақтар, одан кейін барып украиндар. Қазақтар 3-тен 2 пайыздан астам халқынан айырылды. Міне өстіп келген, мысалға кеңестер одағын аяғынан тік тұрғызған сол Америка құрама штаттары. Гуверден кейінгі президент болған кім еді? 45 жыл апрель айында қайтыс болған, немнен шығып кетіпті ғой, сөз арасында айтып қалармыз. Міне солай болды. Кәдімгі Сталин мен сол Америка президенттің арасында кәдімгідей не орнады? Достық сияқты. Мысалға, себебі ол екі жағына да тиімді болды. Мысалға, Сталинге индустриализация, завод, фабрикалар керек болды. Машина, трактор, одан кейін қару-жарақ, қару шығару заводтары, мысалға, автомобильдердің бәрі Американың Форднан немесе басқа нелерінен солардың копиялары десе де болады. Кейін өздерінше дамытып кетті ғой, мысалға. Одан кейін кеңестер одағының аяғынан тік тұрғызған Америка. Қытайдың экономикасының аяғынан тік тұрғызған Америка. Ал енді бұл жолы Трамптың Қытайды күйретем дегені, кеңестер одағын күйретті ғой. Кеңестер одағы қанша бір 75 жыл өмір сүрді ма, 74 жыл ма, сондай. Қытай халық республикасы деген компартия, оған да қазір 49 жылы билікке келді ма, оған да 74 жыл болыпты. Міне, бұл коммунистік елдердің өмір сүруі сол 74-75 жылдан аспайтын болып тұр. Бұл да заңдылыққа саяды. Енді дәл биыл ма, келесі жылы ма, оның арғы жылы ма Қытай қашан ыдырайтынын ешкім айта алмайды. Бірақ осындай коммунистік режимнің өмір сүруі мысалға заңдылыққа айналып бара жатыр. 75 жылдың ар жақ бер жағы.
оның негізгі себебі өздеріңе айтып кеттім, мысалға, тариф соғысы басталып кетті, мысалға, әсіресе Қытаймен. Басқа елдерді 3 айға шегеріп тастады ғой. Евроодақпен олар да енді келісімге келеді деп ойлаймын. Бәрібір сауда соғысында Американы жеңетін ешқайсы жоқ. Екі жақ зардап шегеді. Әсіресе бәрібірде, мысалға, оған қарсы шыққан Евроодақ болсын, Қытай болсын, кез келген ел бірінші кезекте көбірек зардап шегетіні анық. Олар белдерін бекем болса, оған төзімділік жасаса, бірақ демократтар оны арандатып отырады, халқын арандатып, митингілер, демонстрациялар, әртүрлі акциялар қарсы ұйымдастырып жатыр ғой. Себебі оларда мүмкіндіктер бар, ақпарат құралдары, көпшілігі соларда 80-90%-ға дейін ақпарат құралдары демократтарға, либералдарға жұмыс жасап жатыр. Сол демократтар мен либералдардың үгіт насихатына біздің қазақ демократтарды қосылып Трампқа қарсы үріп жатыр әрберден кейін. Мені неде трампист дейді, мен ешқандай трампист емеспін. Мен оны түсінгім келеді, түсіну керек. Оның мақсатын түсіну керек. Америка Құрама Штаттарының негізгі мақсаты не? Көксегені не? Қандай нәтижеге алып келеді? Соны бізге түсіну керек. Одан кейін Қазақстанда біз қандай шара қолдануға болады? Қандай амалдар жасауға болады? Осыны түсіну керек. Және де, мысалға, Трамптың мақсаттары сол мына Америкадан кеткен заводтарды кейін қайтару ғой. Мысалға, оны ашық айтылып та жатыр. Оның бәрін қайтару мүмкін емес, мысалға. Бірақ Қытайдан көшіру ол мүмкін. Қытайдан да қазір, Қытайдың да жұмыс қолы қымбаттап кетті. Қытайдан гөрі Вьетнамға, немесе Индонезияға, Малайзияға, Филиппинге көшіруге болады. Көшіріп де жатыр, мысалға. Үндістанға, немесе басқа елдерге. Біраз бөлігі Американың өзіне қайтып та келіп жатыр, мысалға. Әсіресе цифрлық технологиялар Тайваньдағы соның негізгі компаниясы кәдімгі 100-деген миллиард құйып, Американың Калифорния штатына қай жағына қазір ондай да ақпарат келіп жатыр. Америкада орналасатын кәдімгі міне осындай нелер. Жапонның Honda, басқа да компаниялары Америкадан завод салатын жариялап та жатқан болатын. Ал енді индустриализация жасау үшін мен алдында да айтқам, ылғи айтып келем, ол міндетті түрде электрификация керек. Көп электроэнергиясы керек. Алдында айтып өтіп, Кеңестер одағы Сталиндік индустриализация не себепте болды? Оның алдында ол Лениннің Гойерло жоспары орындалған болған электрификация. Кәдімгі гидроэлектростанция, жылу электростанциялары көптеп салынды, онсыз индустриализация болмас еді. Америкада да дәл солай мұнай бағасының түсіруге тырысуының негізгі себебі индустриализация жасау үшін барлығы мына отындар арзан болу керек. Ол газ бола ма, солярка бола ма, немесе мұнай өнімдері бола ма, гидроэлектростанция бола ма, атом электростанциясы бола ма, көмір электростанциясы, немесе геотермалдық кәдімгі жер асты ыстық суларын мен өндіру. Соның бәріне көңіл бөліп жатыр. Сонда барып, завод, фабрикаларды соған арналған отын арзан болса, мұнай көп өндірілсе, баға түссе, мысалға $50, одан да төмен $45
$40 дейін түсірсе, онда кәдімгідей отынның бәрі, бензин, солярка, кез келген нелер бәрі арзан болады, электроэнергия да арзан болады, өндіріс орындары да арзан болады, өнімдері. Міне, оның мақсаты сол. Біреулер айтады, мысалға, ол Американың мұнай өндірушілеріне тиімсіз болады деп. Мысалға, көптеген елдеріне бәрібір одан пайда табады. Ресей, Қазақстан, басқа да көптеген елдерде өзіндік құн одан жоғары, мысалға 50-ден жоғары, 60-70 болмаса пайда таппайды. Ал оларда бірінші Парсы шығанағындағы араб монархтарында әрине ең арзан мұнай. Америкада да бар. Ал қазіргі Американың нарығында шамамен 40-тан да өзіндік құн бар, арзанға түсетін. Бірақ $45 дейді. $45-дан төмен болса, олар пайда таппайды дейді. Өз-өзін ақтамайды дейді. Бірақ неден де үйрену керек қой, мысалға, Қытайдан субсидия, мысалға, субсидия беріп отырса, олар ешқандай зардап шекпейді, мұнайды өндіре береді, ал субсидияның барлығы ақталады. Ол мұнай өндіретін компанияға берген субсидия басқа одан өндірілген товарлардың есебінен 10 шақты есе көп пайда табады. Субсидия ол тек кеңестер одағы немесе Қытайдың ойлап тапқан нәрсесі емес, ол баяғыдан ол социалистік, коммунистік елдердің несі дейді, бірақ ол жалған. Ол кәдімгі субсидияны сол ағылшындарда 18-19 ғасырларда бері субсидия жасалып келген. Қазірінің өзінде, мысалға, фермерлерге ылғи жылда субсидия береді, мысалға. Ол Европа елдерінде бүкіл фермерлеріне субсидия береді. Бірақ мынандай өнеркәсіп орындарына субсидия берілмейтін. Міне, ол мемлекеттік қолдау. Мемлекеттік қолдау ол бұл жағдайда өте қажет дүние. Бүкіл экономиканы көтереміз десе, мысалға, ол мемлекеттік субсидия болу керек. Белгілі бір қажетті салаға субсидия қажет. Сол себепте мына Трампты қалай қолдайды, мысалға, соған байланысты. Енді мына либералдар, демократтар әлі үміттенеді, мысалға, сайлау болады ғой, парламентке, конгресс пен сенатқа. Сол кезде республикалықтарды жеңіп аламыз да, қазіргі бүкіл Трамптың осындай реформаларын бәрін саботаж жасап жоққа шығарамыз деген үміттері де бар. Мына Қытайдың да сондай үмітті бар. Мына ол сауда соғысын бастап кетті Қытай. Мысалға, басқалар ондай неткен жоқ қой. Мысалға, келісімге келейік деген танытқаннан кейін 3 айға шегерді. Қытай алғашқы 34%-ға, олар да 34-ке көтерді. Одан кейін 105-125%-ға көтергенде олар да көтерді. Арбердеген олар да одан да асырып жіберді. Одан осы күні Трамп 245-ке көтеріп тастады. Ол мүлдем сауданың тоқтап қалу деген сөз. Мысалға, Америка мен Қытайдан. Одан кім зардап шегеді? Бірінші кезекте Қытай. Америкада да әрине қымбатшылық болады, біраз өте қажетті товарларға. Бірақ Қытай сияқты, Қытай товарларына 100% тәуелді емес. Қытайдың бүкіл келген кемелері, келе жатқан кемелері, заводта тиеліп жатқан кемелері, порттарында
заводтағы станоктан енді шыққан кемелер бәрі тоқтап қалды. Себеп тапсырыс жоқ, заказ жоқ. Бұл олай жалғаса берсе, барлық сол заводтары тоқтап қалады. Жұмысшыларды не қылу керек? Қысқарту керек. Миллиондап қысқарылады. Миллиондап. Ол 5-6, 7-8 емес, ондаған миллион, 10, 15, 20 миллион. Одан да асып кетуі мүмкін. Бұл кәдімгі өте ауыр жағдайға алып келеді. Қытай нелерге де санкция салды ғой. Мысалға, Американың фермерлеріне өздері тамақпен қамтамасыз ете алмайды. Арбер деген аштықта басталып кетуі мүмкін. Мысалға, соя, басқа да көптеген ауыл шаруашылық өнімдеріне тыйым салып тастаған. Америкадан алатын да, мысалға, Бразилиядан алады, Аргентинадан алады деп жатады. Олар орнын баса алмайды. Себебі Қытайдан алатын ауыл шаруашылық, мал шаруашылық өнімдері өте үлкен көлемде болатын. Ал фермерлерге Америка өкіметі субсидия ретінде қолдау көрсетсе, олардың наразылығын басуға Американың мүмкіндігі бар. Сол себепте мен айтып отырмын, бұл істе мысалға Қытай өкіметі жеңе алмайды. Қытай өкіметінің жалғыз үміт ол Евроодақта сауда соғысына Қытай сияқты кірісіп кетеді деп. Америкаға қарсы. Мен олай санамаймын. Себебі ол қазір Қытай товарлары тұралап қалған. Порттарда жеткені де, жолда кетіп бара жатқандары бірінің артынан бірі жүріп, бәрі тоқтап қалды. Қайда барарын білмейді. Олар Европаға алып келсе не болады? Ашық сауда жасайық деп жатыр Қытай. Онда бүкіл Европа өнеркәсібі, авто өндірісі, электроника бәрі жабылады ғой, мысалға Европада. Оны олар түсінбей ме? Олар түсінеді. Трамптың мәжбүрлеу, Евроодақты мәжбүрлеу, Евроодақ елдері де дәл Трамп сияқты Қытай товарларына баж салығын салсын деп. Өз өнеркәсібіне кәдімгі протекционизм саясатын ендірсін. Кәдімгі дүниежүзілік сауда ұйымын онсыз да ол қазір жұмыс жасамайтын болды. Ол тек қана дүниежүзілік сауда ұйымына Қытай кіргелі бір 24-25 жылдай болып қалды. Оның қызығын көрген тек қана Қытай, Америка емес. Евроодақ ол да көрді, бірақ дәл Қытай сияқты қызығын көрген жоқ. Оның қызығын көрген Жапония, Корея, мысалға, оңтүстік Корея, мысалға, емін-еркін сауда жасады ғой, мысалға. Бірақ Кореяда Американың товарлары емін-еркін кірмейді. Жапондарға да олай сауда балансы өте сол оңтүстік Корея мен Жапонияның пайдасы миллиардтаған, жүздеген миллиард жапондар пайда табады. Жүздеген миллиард, дәл Қытай сияқты. Әрине олардың сапасы жоғары, оғанда тұрарлық мысалға. Міне осындай жағдайды түсіну керек. Ал енді протекционизм жайлы тағы арғы кетсек, ол тек президент Гувердің 30 жылғы несі емес, дәл осындай протекционизм 1861 жыл, ұмытпасам 61 жылы да қабылданған. Ол кездегі қай президент тіліме ұшында тұр, ол да қабылдаған болатын. Ол ағылшындардың монополиясына қарсы кәдімгі, себебі сол кездері ағылшындардың дүниежүзілік фабрикасына айналғаны кезі 50% шамасы, 50%-дің төңірегінде
өндірістің бәрін ағылшындар өндіретін. Сол өзі әлі жас Америка құрама штаттарын өнеркәсібін тұншықтырып жатқан болатын. Соған қарсы дәл Америкада протекционистік заң қабылдаған. 1900, ұмытпасам 60-шы, 59 емес, 60, әлде 61-ші жылы протекционизм заңын қабылдаған. Негізінде сол ағылшын товарларынан қорғану мәселесінде. Және де құлдықты жою, мысалға оңтүстік штаттарда мақта өндіретін. Содан кейін бір жағы ағылшындардың арандатуымен, екінші жағы оңтүстік штаттар, құл иеленуші штаттар, оларға ол құлдарынан айырылу, ол бүкіл дүниесінен айырылу, бүкіл байлығынан айырылу. Себебі ол кезде ең көп пайда табатын сол мақтадан болатын. Ол бүкіл Америка өнеркәсібінен артық пайда табатын мақтадан болатын. Себебі мақтадан ол тек қана киім кешек, барлық фабричный дүниелер емес, арберден кейін оқ дәрілер де мақтадан жасалған болатын. Мысалға оқ дәрілердің әлімгі дейін солай ол. Кәдімгі порох дейді ғой, мысалға. Солардың бәрі мақтадан жасалады. Соғыстың тек қана Википедия, энциклопедияны ашса, құлдыққа қарсы соғыс дейді. Ол сауда соғысына байланысты болды. Мына протекционизм саясатына қарсы. Әрине оның ішінде құлдық та бар. Бір немен ғана түсіндіретін ол дұрыс емес, бірақ солтүстік өнеркәсіп штаттары жеңіп, құлдықты да жеңіп, протекционизм саясаты содан кейін жүргізіле бастады. Бүкіл Америка құрама штаттарында бір заң қабылданып, содан кейін Америка дами бастады, қарқынды түрде. Тағы да протекционизм, кедендік салықтың есебінен Америка 19 ғасырдың екінші жартысында, мына 20 ғасырдың кәдімгі 13 жылға дейін ол ағылшындарды шаңғаптырудың алдында тұрды. Кәдімгі қазіргі Қытай мен Американың теке тіресіндей болды. Міне протекционизм деген сол ол барлық елде бар. Ол кәдімгі кеден салығы. Көп жағдайда ол 10%-дық болады. Ол ерте заманнан келе жатқанына түрік қағанаты кезінде, одан кейін Шыңғыс ханның тұсында, мына Алтын Орда, Шағатай ұлысы, Моғолстан, басқа барлық жерде 10%-дық салық. 10%-дық салық төледің ба, бүкіл мына Алтын Орданың несіне кірдің ба, пайызыңды төледің ба, саған белгілі бір не береді. Міне бүкіл Алтын Орданың территориясында емін еркін сауда жасайсың. 10%-дан аспайтын, салық да 10%-дан аспайтын. Ол мына сол кезде біздің бабаларымыз, көшпенділеріміз өте ауқатты тұрғаның негізгі себебінің бірі де ол сауда жолдарының бәрі Қазақстан территориясынан өтетін. Сонда 10%-дық салық. Мына орыстың шаруалары болсын, мына Орта Азиядағы мына қазіргі тәжік, өзбек дейді, өзбек болғанда жерге телмірген сарттар дейді ғой, мысалға. Солар, мысалға қол өнершілер бәрі 10%-дық салық төлеп отырған. Американың 10%-дық салық дейтіні, мысалға достық елдермен, ол сол 10%-дық деген ол әділ сауда, өз өнеркәсібін қолдаудың бір түрі. Ал егер 10%-дық недеге төтеп бере алмасаң, онда қолдамайды. Мысалға, онда ол
өнеркәсіп банкрот болады. Мысалға, неге төтеп бере алатын? Ал енді ең мына озық технологияларға ол мемлекеттік қолдау көрсетіледі. Қытай неге көтеріліп жатыр? Ол мемлекеттік субсидия, ол бәріне жасайды. Арбердеген автоөндіріске де, мына космосқа да, мына космостық қана Ресеймен бәсекелестік, одан кейін цифрлық технологияға бәрі мемлекеттің қолдауымен. Мына Қытай мемлекеттік қолдау жоғарғы дәрежеде, Америкада ол тек қана төменгі дәрежеде 1,5 белгілі бір бағытты алады, соны қолдайды, басқа жағынан жоқ. Мысалға, фермерлерді қолдайды, немесе кейбір жағдайда әскери соғыс техникасын қолдайды, мысалға өндірістерін, немесе осы космостық жобаларды қолдайды, басқаларға ақша бөлмейді. Бірақ оны біраз жағы бекершілікте екенін оны тарихтың өзі көрсетті. Әсіресе Қытай мен Американың бәсекелестігі. Қытай көп жерде мысалға алдыға шығып кеткеннің себебі, әсіресе сирек жер металдардың электромобильдердің, электросамокаттардың барлығы көпшілігі Қытайда шығатыны, ол Қытайдың өзінде тұрмақ. Латын Америкасы, Африкадағы барлық сирек жер металдарын игеруде ол мемлекеттің қолдауының есебінде бір 10-даған жылда ол барлығын қол астына алып алды. Бәрі тәуелді болды. Европадағы елдерде, Америкада тәуелді. Арберден кейін Гренландиядан да сирек жер металдарын келісім шарт жасап қойған болатын. Американың айғайымен ол тоқтатылды. Міне осындай жағдайда, мен кішкене кеңірек тоқтағаным осы, не себепте Қытай күйрейді? Американың күйреуіне алғы шарттар жоқ. Трамптың кімдерін, не деуші, пропагандистері осыны жеткізе алмайды. Неге Трамп тағындалды? Трамп кәдімгі харизмасы жоғары, мысалға, елдерге ұнайды ғой, сондай еш нәрседен қорықпайтын, алған бетінен қайтпайтын, өлімнен қорықпайтын, оған нешерес қастандық жасалды ғой. Міне, сол себепте Трамп таңдалды. Оның әрине саяси мәдениеті төмен, мысалға, өте дөрекі, бірақ оның бәрін көтереді. Себебі оған тең келетін харизмалық адам жоқ. Харизмалық. Міне, осыны айтқым келіп отырды, тағы қосымша не болса айта жатармыз. Мен жиі шығуға мүмкіндігім жоқ, қолым тие бермейді, қу тірліктен негізінде. Осы енді мен өткенде бастадым, маған енді қолдау көрсетсеңдер мүмкіндігінше, онда нұр үстіне нұр болар еді. Рахметімді айтамын. Менімен хабарласам десеңдер, менің телефоным 8-7-193-2507. 8-7-193-2507. Осы эфирімнің артына Каспий картамның номерін салармын. Қолдау көрсетушілер болса, әрине мыңда бір рахмет дейміз. Осы енді комментарий жазыңыздар, лайк қоюды ұмытпаңыздар. Лайк қойылған сайын, комментарий жазылған сайын көп таралады. Соны да ескеріңдер. Эфирде кездескенше қош сау болыңыздар.